Сәлем баршаңызға, қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге SMM маманы деген кім және олармен кімдер айналыса алады деген сұрақтарға жауап бере аламын. SMM деген сөз ағылшын тілінен аударғанда social media marketing деп аударылады. Бұл дегеніміз әлеуметтік желідегі, яғни маркетинг, сату дегенді білдіреді. Сіздің қандай да бір тауарыңыз болса, немесе қандай да бір бизнесіңіз болса, оны алдыға жылжыту мақсатында, адамдарды шақыру мақсатында осы инстаграмды продвижение жасайсыз, яғни инстаграм жүргізесіз, және де оған SMM маманы жалдайтын боласыз. SMM маманы не істейді? SMM маманы барлық осы парақшаның аккаунтына қатысты барлық нәрсені жүргізеді, яғни қызықты контенттік видеолар түсіреді. Егер де тауарный бизнес болса, тауарыңызды жарнамалайды, оған әртүрлі визуалдар құрады, стратегия құрады, аналитика құрады, нишаңызға байланысты целевая аудиторияны анықтайды, көптеген жұмыстар атқарады. Сонымен қатар бұл SMM маманымен кімдер айналыса алады? SMM маманымен барлық адам айналыса алады. Қосымша табыс ретінде де айналыссаңыз болады, әрине ол өзіңізге байланысты. Үйде отырған аналар да айналыса алады, студенттер де айналыса алады. Ешқандай да бір кәдімгі офлайн жұмыс сияқты таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін жүру керек деген міндеттеме жоқ. Кез келген күннің 3-4 сағат уақытын бөліп, визуалға, контентке уақыт бөліп арнау талап етіледі. Сонымен қатар бұл ғана видеоны көру сізге жеткіліксіз. SMM маманы ретінде оқығыңыз келсе, ары қарай дамытқыңыз келсе, өзіңізді онда арнайы видеолар алып, сізге оқу керек, біліміңізді ары қарай жетілдіріп, жұмыс жасау керек, практика жөнінде жасап көру керек. Сонда ғана өзіңіздің эксперттілігіңізді арттыра аласыз. Ал қазір SMM маманы былай түсіндіріп өтейін, жалпақ тілмен айтқанда, мысалы сізге тойға бару керек деп айтайын. Тойға барғыңыз келді, сізге көйлек алу керек. Көйлекті бірінші базарға бармай тұрып, сіз интернеттен іздейсіз, яғни инстаграмнан іздейсіз. Инстаграмдағы әртүрлі аккаунттарға женская одежда деп поискқа жазасыз, сол кезде әртүрлі аккаунттар сізге шығады. Осы аккаунттардың әрқайсысына кіру барысында бірінші визуалды әдемі болып көрініп тұрған ақпараттары нақты әрі анық жеткізілген, суреттері әдемі түсірілген, түсінікті қылып жазылған, стористері үнемі жазылып салынып отырған, былайша айтқанда жұмыс жасайтын аккаунттың сіз ары қарай жұмыстарын қарайсыз, яғни тауарларын қарайсыз, ұнаса жазасыз, лайк басасыз деген сияқты ары қарай іске көшесіз, ұнаса мүмкін аларсыз. Осы киім саласы болсын, немесе басқа саланың артында SMM мамандары отыр. Бұл SMM мамандары осы бизнес парақшаны жүргізу арқылы адамдардың назарын өздеріне аудару арқылы өздерінің тауарларына адамдарды, клиенттерді былайша айтқанда шақыру мақсатында өздерінің жұмыстарын жасайды. Ол да оңай жұмыс емес, тыңғылықты жұмысты талап етеді. Үнемі видео контенттер түсіріп отыруды, фотолардың әдемі шығуын, сонымен қатар аналитика жасауды. Бұл туралы келесі видеоларда анық-қанық түсіріп айтып кететін боламын. Және де SMM мамандары қандай нишамен жұмыс жасайды, және де қандай нишамен жұмыс жасамайды. Келесі видеода түсіретін боламын. SMM мамандары өзіміздің көріп жүрген бижутерия саласында болсын, сумка сату, киім саласы, мата саласы, балалардың жаңағы ойыншықтары болсын, ыдыс-аяқ болсын, кез келген саланың артында SMM маманы отырса, онда бұл SMM маманның жұмысына қарай, эксперттілігіне қарай, жұмысында жаңағы бизнес парақшаның да алдыға қарай көтерілуі, охваттарының жоғарылуы, продвижениенің болуын көре аламыз, клиенттің артуын және де обороттың көбеюін көре аламыз. Осының барлығы да SMM маманға байланысты. Жалпақ тілмен түсінікті деп ойлаймын. Осы SMM маман болу арқылы сіздер 3 жолмен ақша таба аласыздар. Бірінші, өзіңіз қандай да бір саланың, мысалы одежда болса, одежданың жаңағыдай артында SMM маманы болып отыру. Ол өзіңіздікі емес, біреуге жалдану арқылы, біреуге эксперттілік көрсету арқылы SMM маман боласыз. Біреудің, яғни товарный бизнесін жүргізіп, оны жаңағыдай контентін жүргізіп, продвижениесін жүргізіп, визуалын құрап, сол арқылы табыс таба аласыз. Бұл бірінші. Екінші, өзіңіз орта құра аласыз. Яғни өзіңіз сторис-теллинг жүргізіп, келесі бір адамды таргет салатына, келесі бір адамды копирайтингке ету арқылы өзіңіз бір орта қаласыз, немесе сондай бір ортаға өзіңіз жалданып барасыз. Мен сторис жақсы жүргіземін, сторис-теллинг маманымын, экспертімін, осы жөнінде сіздердің топтарыңызға қосылғым келеді деген сияқты өздеріңізге келген жобаны барлықтарыңыз бөліп бір ғана бизнес аккаунтты әртүрлі экспертті жүргізетін болады. Яғни сторис жүргізетін сторис-теллинг эксперті, таргетолог деген сияқты, жаңағы сурет видео түсіретін мобилограф деген сияқты, осының барлығы бірігіп бірге жұмыс атқарасыздар. Бұл бізде екінші табыс көзі. Үшінші табыс көзі бұл, яғни өзіңіздің қолыңызда тауар бар болса, осы тауарды өзіңіз суретке түсіру, өзіңіз артында эксперт бола отырып
жасау арқылы сіздер ақша таба аласыздар, яғни табыс таба аласыздар. Осы 3 түрлі жолмен сіздерге табыс табуға болады, кез келген адам жасай алады. Жалпы SMM маманы кім екендігі және не жұмыс жасайтындығы туралы, алдағы уақытта оның міндеттері туралы және де қандай парақшалармен жұмыс жасайтындығы туралы айтатын боламын. Сау болыңыздар. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, коммент қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.